Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі сіздермен өтілетін жаңа тақырыбымыз гандбол ойындағы қауіпсіздік ережелері. Қол добы, қол добының шығу тарихына келетін болсақ, қазіргі гандболдың негізі қалаған Карл Шелланс болып табылады. Ойын 1917 жылы Герман елінде қалыптасты. Алғашында 11-11 форматында ашық алаңда ойналған. Кейін 7-7 залдық нұсқаға көшкен болатын. 1946 жылы International Handball Federation құрылды. Бұл жылы федерация құрылған болып табылады. Олимпиадалық ойындарына келетін болсақ, қол добы қай жылы Олимпиада ойындарына енді, ерлер гандболы Олимпиадаға 1936 жылы енгізілді, Берлинде өтілген Олимпиадалық ойында енгізілді. Кейін 1972 жылдан тұрақты өтті. Ортада бір Олимпиадада болды, бір Олимпиада болған жоқ деген сияқты болды. Ал 1972 жылы Олимпиадалық ойындардан бастап, сол жылғы Олимпиадалардан бастап, тұрақты түрде қазіргі таңға дейін Олимпиадалық ойындары өткізіліп тұр. Әйелдер гандболына келетін болсақ, 1976 жылдан бастап енгізілді. Соңғы жылдары ерлер арасында Дания, әйелдер арасында Норвегия құрамалары жетістікке жетіп жүр. Жалпы ойын ережелеріне келетін болсақ, командада 7 ойыншы, 6 алаңда ойнайды және бір қақпашы болып табылады. Ойын уақытына келетін болсақ, 2 тайм 30 минуттан. Допты ойыншылар 3 секундтан артық ұстап тұруға болмайды, бір орында ұстап тұруға болмайды екен. 3 қадамнан артық допты соқпай жүруге болмайды. Допты ұстаған уақытта допты міндетті түрде жерге ұрып соғып жүруіміз керек болып табылады. Қақпа аймағы 6 метр, тек қақпашы кіреді, ол жерге шабуыл жасап жатқанда сызықты баспауымыз керек. Сызықты басып лақтырылған доп есептелмейді, қайталап қақпашыға берілетін болады. Қарсылас итеруге қауіпті шабуыл ереже бұзу болып табылады. Сол жерде, төрешілер ойынды тоқтатып, допты қарсылас ойыншыға береді. Қауіпсіздік ережелеріне келетін болсақ, ойын алдында міндетті түрде қыздыруны жаттығуларын жасауымыз керек. Қол добына арнайы, спорттық аяқ киімнің таймайтын болуы керек. Тырнақ қысқа, әшекей бұйымсыз ойнау керек болып табылады. Және қатты итеру қауіпті блоктар тыйым салынады. Қол добында жарақат кезінде ойында дереу тоқтатуыңыз керек болып табылады. Және қақпашыға арнайы қорғаныс формасын кию керек болып табылады екен. Федерация туралы айтатын болсақ, халықаралық федерация, айтып өткендей, International Handball Federation, құрылған жылы ол 1946 жылы. Қазіргі президенті Хасан Мұстафа, Египет азаматы, қазіргі таңда қол добының президенті болып табылады. Қол добы ресми ережелері бекітетін ұйым, халықаралық қол добы федерациясы бар. Және ол 1946 жылы құрылған. Доп өлшемдеріне келетін болсақ, үшінші размер, үшінші размерлі және екінші размерлі, бірінші размерлі доп өлшемдері болады. Ерлерге арналған, доптың диаметрі 58-60 см, доптың граммына келетін болсақ, салмағына келетін болсақ, 425-475 аралығында салмағында допты ойнайды екен. Әйелдеріне келетін болсақ, әйелдердің доптардың диаметрі 54-56 см болатын болса, салмағы 325-375 грамм салмақта ойнайды екен. Және жасөспірімдер үшін нөмірі 1 размерді доппен ойналады екен. Қол добы, ойында қолданатын негізгі құралдарына келетін болсақ, қол добы, бастапқы 20-шы ғасыр, 1917 жылда бастап
ойынға енгізілді. Синтетикалық былғары немесе табиғи былғары іші латекс резинка камера болуы керек болып табылады. Неден жасалған? Яғни қысқа мәліметіне ұстауға ыңғайлы, таймайтын беті бар. Әйелдер, жасөспірім үшін өлшемдері әртүрлі. Яғни бұл жерде доптың қалай жасалынатыны туралы айтылып тұр. Яғни қол добы туралы. Қақпа, яғни ресми бекіткен 7ге 7 ойын форматы, яғни металл немесе алюмин, торы нейлон болып табылады. Өлшеміне келетін болсақ, 3ге 2, яғни биіктігі 2 метр, ені 3 метрден тұратын қақпа қолданылады. Қақпа аймағы 7 метр сызықпен шектелінеді. Қақпа торы 20 ғасырда, яғни нейлон немесе синтетикалық талшықтан жасалынады. Доптың қақпаға түскенін нақты анықтауға көмектеседі. Ойын алаңы 7ге 7 форматтан бастап ағаш паркет, синтетикалық жабын, бұндай құрал-жабдықтардан жасалынады. Өлшемі 40ға 20. Жабық спорт залға ойналады. Қақпашы формасы ол да 20 ғасырда пайда болған. Тығыз мата, синтетикалық, басқа ойыншылардан түсі ерекше болуы тиіс. Ойын формасы ол да 20 ғасырда полиэстер, эластан жасалынады. Қысқаша мәлімет беретін болсақ, жеңіл тер өткізгіш нөмірі болуы міндетті. Спорттық аяқ киім 20 ғасырда қолданыла басталды. Резинка табан синтетикалық материалдан жасалынады. Таймайтын табан залға арналу керек. Қорғаныс құралдары, яғни тізеқап, шынтақ қап 20 ғасырдың орталарында, яғни көбік резинке матадан жасалынады. Құлау және соқтығысу кезінде жарақаттың алдын алады. Қысқарақ ойын пайда болғаннан бері, яғни металл немесе пластиктан жасалынады. Төреші ойынды бастау және тоқтау үшін қолданылады. Электронды табло 20 ғасырдың соңында пайда болды. Электронды LED жүйесі алынған және ұпай, уақыт ескерту көрсетіліп отырады. Жалпы негізгі құралдары осы болып табылады. Одан кейін сіздерге берілген 10 тест сұрақтары, осы 10 тест сұрақтарына жазып, дұрыс жауапты да көрсететін боласыздар. Бұған білесіздер, әрқайсы дұрыс жауапқа 3 ұпайдан беріледі. Одан кейін бізге келесі, яғни үйге тапсырма ретінде сәйкестендіру тапсырмалы берілген, яғни сіздерге қолжеттеріңізді, яғни керекті құрал-жабдықтар берілген болса, сол оң жақта соны сәйкестендіріп табуымыз керек болып табылады екен. Және бұл да үй тапсырмасы болып табылады. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Қол добы. Назарларыңызға рахмет.